Қазір біз өмір сүріп жатқан 21 ғасырда ақпарат ғасыры деп атап жатыр. Ақпараттар өте көп. Біз теледидар арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, интернет арқылы күн сайын көптеген ақпараттарды санамыздан өткізіп жатамыз. Бұл ақпараттарды біз алып, тек қана оқып, қарап, ұмытатын болсақ, бұл жай ақпарат болып қалады екен. Ал егер де сол ақпараттардың ішінен біз пайдалы ақпараттарды алып, өмірде нақты тәжірибе жүзінде қолданып, кәдемізге жарататын болсақ, бұл білім болып саналады. Мен өзімнің видеоблогымды 4 жылдан бері жүргізіп келе жатырмын. 2000-нан астам оқырман бар, тұрақты оқырмандар бар. Көптеген видео сабақтар, роликтер түсірдім. Сонда пайдалы ақпараттар беруге тырысамын. Нақты өмірде қолданып, нәтижеге жетуге болатын пайдалы ақпараттар беруге тырысамын. Және өзімнің оқырмандарым жай ақпарат ретінде ғана сол берген менің роликтерімді қарап ұмытып кетпесе, соны нақты өмірде қолданып, тәжірибеде қолданып, кәдесіне жаратса деп өзім ойлаймын. Мақсатым сол. Мен сіздерге бүгін де сондай бір пайдалы ақпаратты назарларыңызға ұсынғалы отырмын. Кедейлік пен байлықтың формуласы бар екен. Бір батыстың бір данышпан ғұламасы ұсынған. Кедейліктің формуласы табыс табады және оны жаратады. Кіріс пен шығыстың айырмасы нөл дейді. Яғни айтқанда, кедей адам қанша ақша тапса, сонша жаратумен болады екен. Қалтасында көктен ақша қалмайды. Байлықтың формуласы табыс табады, тапқан табысын сақтайды және көбейтеді. Кіріс шығыс тең болады, пайда. Ол пайда өсе береді. Уақыт өткен сайын көбейе береді. Бұл байлыққа міндетті түрде жетсе деген. Ол депозит бола ма, ол құнды қағаз бола ма, немесе жылжымайтын мүлік бола ма, әйтеуір тапқан табысын сақтап көбейтудің амалын жасап жүреді екен. Бұл адам міндетті түрде байлыққа жетеді. Мен сіздерге қазір мынадай ақпаратты назарларыңызға ұсынғалы отырмын. Мынау менің Life is Good деп аталатын компанияда, MLM компанияда мен бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Мынау әріптестік кабинет. Әріптес ретінде мен көз компанияға тіркеліп, адамдар шақырам. Сол шақырған адамдар үшін маған ақша төлейді. Өзімнің командамды құрып жатырмын. Мен сіздерге қазір көрсетейін менің мынау мой клиенті дейді менікі. Шақырған адамдарым. Активнее 5, неактивнее 21 дейді. Мен қазір осы компанияда жұмыс істеп келе жатқаныма 3 жылға жуық уақыт өтті. 2018 жылдың сәуір айында тіркелдім. 3 жылға жетпейді, енді 2,5 жылдан астам уақыт өтті. Осы уақыттың ішінде мінекей шақырған адамдарым. Мынау 21 адам мінекей. Бұлар бәрі тіркелген. Қызыққан менің видеоларым бар осы компания туралы. Соларды көріп, оқып, тіркеліп, жұмыс істейміз, ақша саламыз деп, бірақ жеме-жемге келгенде тәуекелге бара алмай, ақша салмай, сол күйінше қалып қойған адамдар. Ал мынау 5 адам активный. Бұлар тіркеліп, ақша салып, тәуекел етіп, жұмыс істеп жатқан адамдар. Активный. Мен міне осы активный адамдарды не ұтылды, не табысқа жетті. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Мынау менің бірінші клиентім Ахметов Пайдарахман деген жігіт. 2 жылдан астам уақыт болды. 3 жылға жуық уақыт болды тіркеліп жұмыс істеп жатқанда. Қазір мен көрсетейін бұның қанша ақша тауып жатқанын. 2018 жылдың декабрь айында тіркелген екен бұл кісі. Бұл жігіт 1431 евро салыпты алғашқы кезде. Содан мінекей алғашқы айда мысалы 16 евро тапқан, 54 евро, 51 евро тапқан. Сөйтіп көбейтіп мінекей 2019 жылғы тамыз айында ақшасын 3000-нан асырған. Тағы да қосқан үстіне ақша. Осы кезден бастап кішкене көбірек таба бастаған. Енді осы 2 жыл уақыттың ішінде мына қазір соңғы несін көрсетейін. Мен 2020 жылдың сентябрь айында бұл жігіт 133 евро тауыпты бір айда. Салған ақшасының балансы 7525 евро болыпты. Яғни айтқанда 1431 евродан 7525 евроға жеткен. 2 жылдың ішінде 7 есе өсіпті.
133 евро. Айына мінекей өткен айда 156, оның алдында 155, 171 евро тапқан тіптен. Яғни айтқанда айына бір 140-150 евро тауып отырады. Бұл деген сөз 60-70 мың теңге. 70 мың теңге ай сайын тауып отырады деген сөз. Барлық уақытта, осы өткен уақытта 2 жылдың ішінде тапқан табысы 2089 евро тауыпты. Яғни айтқанда, қазіргі бағаммен алғанда 1 миллион теңгедей ақша тауыпты. 1 миллион теңге. 2 жылда 1 миллион теңге ақша тапқан жаман емес қой бұл. Енді мынау екінші клиентім Шымбергенова Насибахан. Бұл анау Жаңаөзен қаласында тұрады. Қазір мен сізге көрсетейін бұның қанша тапқанын. Бұл 2019 жылдың ақпан айында тіркелген. 3661 евромен кірді. Үлкен ақша салды, бірден ақша салып, сондай ақша салып тіркелді. Көтерді ақшасын, көтеріп алды бірден. Мінекей сол өткен 1 жыл, 2 жылға жуық уақыт қой, 2 жылға жуық уақыттың ішінде бұның балансы 3661-ден 10216 евроға жетті. 183 евро тауыпты. Өткен айда кішкене төменде болып қалды табысы. Оның алдында 217, 216, 238 евро тапқан, 240 евро тапқан кездер болыпты. Орташа есеппен 220-230 евро тауып тұрады екен айына. Яғни айтқанда 110-115 мың теңге ай сайын тауып тұрады. Барлық уақыттың ішінде, осы уақыттың ішінде, 2 жыл уақыттың ішінде ол 3191 евро тауыпты. Яғни айтқанда 1,5 миллион теңге ақша тауыпты. 2 жылдың ішінде 1,5 миллион теңге таза пайда тапқан осы салған ақшасынан. Жаман табыс емес, иә. Мынау енді Надырқұлов Жұмағали дейді. Жұмағали бұл кісі енді өкінішті. Бұл кісі тіркелді, 1000 евромен тіркелді да, кішкене ақша тауып көтеріліп келе жатты да, 2020 жылы биылғы жылда қаңтар айында бүкіл ақшасын шығарып алып кетті. Ақша керек болып қалды да, бүкіл ақшасын шығарып алып кетті. Қазір бұның балансы 0 болып қалды. Бірақ бұның жаңағы есеп жоты, депозиті жойылмайды. Кез келген сәтте бұл кісі ақша салып, кез келген мөлшерде ақша салып, одан арман қарай депозиттің жұмысын жалғастыруына болады. Одан кейін мынау менің екінші есеп шотым. Өзім аштым. Өзім 19 жылдың наурыз айында 7459 евро салдым. Бірден көбірек салдым. Қазір сол ақша мінекей 13045 евроға жетті. 2 есе жуық өсті. 1 жылдан астам уақыт, 2 жылға жуық уақыттың ішінде 2 есеге жуық өсті. Айына 240-250 евро түсіріп тұрады. Айына. Өткен айда 230 евро түсірді, оның алдында 270, 269, 265 евро. Осы уақыттың ішінде, 2 жылдың ішінде менің тапқан табысым 3726 евро тауыптым. Яғни айтқанда 1,5 миллион теңгеден астам ақша тапқан екен. Осы 2 жылдың ішінде жаман табыс емес. Мынау жақында ғана тіркелді, еркін елес деген, бұл әлі түскен жоқ, ақша алған жоқ. Мінекей осындай, мен сіздерге көрсетіп отырмын, тапқан тіркелген адамдар ақша тауып жатыр, жақсы ақша тауып жатыр. Ай сайын ақша тауып жатыр. 1 миллион, 2 жылдың ішінде 1 миллион, немесе 1,5 миллион теңге ақша тауып деген бұл жаман көрсеткіш емес. Ай сайын 60-70 мың, 100 мың теңге тауып отырса, бұл бір жалақының мөлшерінде. Ал енді мынау кісілер 21 адам мысалы тәуекелге бара алмай, жаңағы ақшасы тіркеліп болғаннан кейін ақша салмай кетіп қалған адамдар неден ұтты? Ешқандай ұтқан жоқ, ештеңеден де ұтқан жоқ. Сондықтан да бұндай жағдайда бір тәуекел керек, тәуекел ету керек, шешім қабылдау керек, нақты шешім қабылдау керек бұндай жерде. Жаңағы жоғарыда айтып кеттім ғой, тағы да еске сала кетейін, кедейліктің формуласы тапқан ақшасын түгел жарату. Ақша табады, жаратады, ақша табады, жаратады, баланс 0-ге тең болып тұрады. Кіріс пен шығыстың балансы 0 болып тұрады. Ол адам ешқашанда нәтижеге жете алмайды. Ал тапқан ақшасын сақтап, көбейткен адамдар міндетті түрде нәтижеге жетеді. Мынау кісілер, мінекей 5 адам
міндетті түрде нәтижеге жетеді. Бұлар нәтижеге жетіп жатыр, қазірдің өзінде көріп отырсыздар. 2 жылдың ішінде мысалы мынау Ахметов Айдарахман қарапайым ғана жұмысшы жігіт 2 жылдың ішінде 1431 евросын 7525 евроға айналдырған. 7 есе өскен, 1 миллион теңгеден астам ақша тапты 2 жылдың ішінде. Өте жақсы көрсеткіш. Бұл алдағы уақытта бұл өсімі көбейе береді, осылай өсе береді. Күндердің күнінде ол тек қана осы тапқан осы депозитінің өсімімен күнелтетін деңгейге жететін болады. Vista депозиті туралы толық ақпаратты осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуларыңызға болады.